Нукрыша біз дедір қызғай беріне. Татарстан нешік оқша алу ақырысы бұла бұл? Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Татарстан Экономика сын қарайыз біз әлегіз. айтамыз. Анығында Татарстан неге тәуелсіздік ала алмады және бұған экономиканың қандай қатысы бар екенін білетін боласыз. Татарстан Ресей Федерациясының құрамындағы республика. Халқы 5 Татарстанны башқа әріптен yazarlara керек, çünkü ол ил. Мұнысына бары бір. миллион. Астанасы Қазан қаласы. Жер көлемі 67 000 квадрат километр. Яғни Ақтөбе облысынан 5 есе кішкентай. Батысынан шығысына дейін 460 километр, ал солтүстігінен оңтүстігінің арасы бар болғаны 290 километр. Татарстан таң қалдыратын ел. Бұл елде екі тіл, екі дін және екі түрлі саяси көзқарас үйлесім тапқан. Экономикасы гүлденген 9 жылдың торабындағы бай, алайда саяси бостандығы жоқ ел. Неге? Татар халқы тәуелсіздігінен қашан және қалай айырылып қалды дерсіз. 1990 жыл Кеңес одағы ыдырап жатты. Татарстан өз тәуелсіздігі үшін күресті. Бұл күрестің өз батыры болды. Ол Ментимир Шаймиев еді. Ол батыр түгіл, анда көбірек национал партиялар болды. Кішілер кім күрәшті шынапта. Ментимир Шаймиев ол ялғаншы, ол компартиядан шыққан, ол кішілерінің міне шул бар айбірін жиған, міне кішінің тілеклерін айтқан мен аны ішлеймін деп гәжетлерде yazған. Анарсын ол аны ішлемеді, ол шықмады, ол өзіне гіне байлықны алды, өзінің ғайлесіне, анарсын барысын Минихановларға берді. Ол сатылғы жан, ол маңқырт қам сатылғы жан, аны батыр деп айтып болмайынды. Ол кірешмеді. Еге ол берді, әзірек нендейдір өзі бізге плюслар шынапта кетірдік. Лекен әзір бармалар жоқ. Әзір аларын тағын бітірділер. Бір нәрсе де шын түгіл. Хәм ол қыша бізге келді мәсін қашандадыр болса. Еге бай регион, лекен ол бай түгіл, ол қибат регион. Біздің зарплаталар ләнде зұр түгіл, квартиралар тұтырақ, қибатырақ түгі. Дәл осы жылы Ресей Федерациясының болашақ алғашқы президенті Борис Ельцин Татарстанға келіп өзінің атақты сөзін айтты. Өздерің жұта алатындай, асқазандарын қорыта алатындай суверенитет алыңдар, тек бөлінбеңдер деді. Шынында да Татарстанда асқазан қорыта алмайтындай байлық бар еді. Алайда татар халқы азаттықты аңсады. Бұл 1991 жылғы газеттің бірінші беті. Ментимир Шаймиев татар халқы және парламенті Татарстан суверенитетін әне yazғандар. Бұл тұтылғжан болма деп, ерікні сақла деп. Лекен нәсіғыл шәді, ол саталды, ол не көпме ақша ұрлады. Ненде батыр. Алуын қалайды. Сенің артыңда татар халқы ері бол, есті бол, сатылмайтын сертіңе адал бол, Ментимир. Дәл осы жылы 1991 жылы 12 маусымда Шаймиев Татарстан президенті болып сайланды. Ол 71% дауыс алды. Дәл осы күні Ресей өз президентін Ельцинді сайлады. Алайда татар халқы ол сайлауға қатыспады. Күрес бұнымен бітпеді. 1992 жыл Татарстанда референдум өтті. Халықтың 62% тәуелсіз ел болуды қалады. Алайда бұл референдумды Москва заңсыз деп санап мойындамады. Ал Татарстан Мәскеуден федеративтік келісім жасаудан бас тартты. Татарстаннан басқа тағы бір ел Мәскеуден федеративтік келісім жасауды бас тартқан еді. Ол Шешенстан еді. Біз федеративға кірмедік, біз конфедератив. Қазір біздің 2017 жылда бітті ол. Біз бір нәрсе де түгел. Чөнки референдумсыз, бірнендей хабарларсыз, бірнендей әйберлерсіз, олар кірттілер генә. Юк, олай бола алмай. Бізге референдум керек. Чөнки біз кірмедік Ресейге. Біздің әлде өзіміздің нендейдер суверенитет бар еді. Қазірлар аны бітіргеш, өзлерінің конституцияларда башта біздің сұрамайша. Конституция ол халықныкы. Алар аны сармадылар референдумда. Оннарысын олар референдумсыз әлі федерацияға кірділер. Қашан документны кире yazmadılar 2017 yılda ул конфедерат статусы 2017 жылға қадар еді. Ул бір нәрсе айтмай, біз федерацияға кіргенін айтмай, сізге айтырға тырышсылар да алай деп түге статус қына ол деп. Жоқ, ол статус түгел. Біз шынында кірмедік федерацияға. Ул бірінші. Біз аңа кірмедік. Официаль. Татарстан федерациясы құрамында қалып қойды. Алайда Татарстанда федерацияның өзге республикаларында жоқ үстемдік бар еді. Татарстанның өз конституциясы, өзге елдермен байланыс жасау құқығы, өз президенті, тіпті өз ақшасы болды. Рубльмен тең қолданды.
президенті тәуелсіздік үшін күресіп Ақша да болды біз. тәуелсіздік алмапты, алайда өте үлкен жетістікке жетіпті, өз конституциясы, өз ақшасы болыпты деп ойлап қалған боларсыз. Алайда бұл күрестің басты мақсаты татар халқы емес еді. Бұл сұрақтың жауабы Татарстан ақшасының екінші жағында бейнеленген. Бұл мұнай. Арада 30 жыл өтті. Татарстан халқы бұл күнде тәуелсіздік үшін бұрынғыдай бұлқынбайды. Олардың өз ақшасы да жоқ. Татарстан тәуелсіздігінен нақ қашан айырылды десеңіз 2000-2001 жылдар дер едім. Президенті Путинге ант берді, ал Татарстан мұнайын сорып жатқан Татнефть компаниясы ел билігін өздері жұта алатындай, асқазандары қорыта алатындай тойдыруда. Одан басқа ауыр машина құрастыру анығында КАМАЗ және ауыл шаруашылығы дамыған. Татарстан Ресей Федерациясының химиялық лабораториясы десек қателеспейміз. Бұл елде химиялық өнім өндіру де аса қарқынды дамуда. Татарстан Ресейдің логистикалық орталығы, 9 жолдың торабы. Дәл осы географиялық орналасуында Татарстан тәуелсіздік алуына кедергі келтірді. Ресей Орынборды өзіне алу арқылы Татарстанды Қазақстаннан бөліп алды. Яғни Татарстан Ресейдің қоршауында қалды. Яғни арал мемлекетке айналды. Ондай елдер тәуелсіз ел болуды қиын. Мысалға, Лесото Оңтүстік Африка Республикасынан тәуелді, ал Сан-Марино Италияның қоршауында, яғни Италияға тәуелді. Видеоның соңында айтарым, Мен хәтерләмим, ниндидер ООНда резолюциясында бар нәрселер, менә илнең эчендә булса, анда ниндидер 10 километрга озынлыкта бернинди уран ерер өчен теге бар булган резолюция, мен белмим кайда ул теге, оныттым ничек ул атала, каядыр ишеттем кебек, ләкин мен белмим дәреслеген. Татарстан күресті, қарсы тарапта күресті, байлық үшін әрине, ал татар халқы тәуелсіздік үшін күресті. Бұл күнде Татарстанда байлық бар, экономикасы өсті, астанасы гүлденді, алайда тәуелсіздік жоқ. Біздің басты мақсатымыз әуелі экономика, кейін саясат деген ұстанымның қате екендігін түсіндіру болды. Байлық пен бостандықтың таңдауында сіз нені таңдар едіңіз? Қарапайым экономика арнасынан тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз. Анда yazılığız, мен де yazılığız, yazılмақта аның видеоға болдым. Рахмет, қараған үшін.